Мен Еспо орта мектебінің 6 сынып оқушысы Сәлімжан Алуа. Тері құпиясы жаңа өнім негізі атты ғылыми жобамды ұсынамын. Зерттеудің негізгі мақсаты қазақ халқының дәстүрлі тағам технологиясының бірі түгінен айырылған тері арқылы алынған құрғақ сүттің химиялық және физикалық қасиеттерін зерттеу, оның тағамдық құндылығын ғылыми тұрғыдан негіздеу. Қазіргі таңда экологиялық таза және табиғи тағам өнімдерінің сапасы өзекті мәселенің бірі. Өнеркәсіптік құрғақ сүт химиялық өңдеуден өтсе, біз зерттеген дәстүрлі әдіс табиғи әрі таза өнім алудың ерекше тәсілі болып табылады. Бұл әдістің ғылыми негіздері толық зерттелмеген. Бұл жобаға негіз болған Ақселеу Сейдімбектің қазақ әлемі шығармасы. Кезеңдері: түгі алынған теріні дайындау, сүтті сұрыптау және сүзу, сүтті теріге құю, қайнату процесі, сүзу және артық ылғалды жою, қоюланған сүтті кептіру, құрғақ сүтті сақтау. Түгі алынған терге сүт құйылып, баяу отта бірнеше сағат қайнатылады. Тері артық ылғалды сіңіріп, сүт қоюланады, содан кейін барып кептіріледі. Құрғақ сүттің физикалық қасиеттері: түсі ақшыл сары біркелкі, маңыздылығы өндірістік технологиясының дұрыс жүргізілгенін көрсетеді. Ылғалдығы 5-7%, маңыздылығы өнімнің ұзақ сақталуына оң әсер етеді. Ергіштігі 90-95% жақсы ериді, тағамды қолдануға оңтайлы екенін көрсетеді. Химиялық қасиеті: салыстырмалы талдау негізінде біз дәстүрлі әдіспен алынған құрғақ сүтті қазіргі нарықтағы өніммен салыстырдық. Ақуыз мөлшері: дәстүрлі әдіс 24-26%, өндірістік әдіс 20-22%, май мөлшері: дәстүрлі әдіс 22-20%, өндірістік әдіс 18-20%. Күл минералдар: дәстүрлі әдіс 5-6%, өндірістік әдіс 4-5%. Иісі: дәстүрлі әдіс табиғи жеңіл иіс, өндірістік әдіс нейтралды әлсіз.